Кайырлуу таң, досторум. Көңүл күйлөрүң калай? Мен бүгүн сендермен досум Үрпекти тааныстыратын боламын. Ендеше, кеттик, достор. Сәлем, Үрпек. Калың калай? О, сәлем, Зерек досым. Кош келдің. Менде бәрі жақсы. Өз көңіл күйің қалай? Рахмет, Үрпек. Менде бәрі тамаша. Мен өзіңді біздің кішкентай оқырмандарымызбен таныстыруға келдім. Алақай, менің де кішкентай жаңа достарыммен тезірек танысқым келеді. Әрине, достар, таныс болыңдар. Бұл менің досым Үрпек. Сәлем, достарым. Өздеріңмен танысқаныма өте қуаныштымын. Зерек, саған көп рахмет. Үрпек, достарымызға таныстыратын жаңа кітапты сен таңда. Рас айтасың ба? Әрине, бүгінгі кітапты жаңа достарыңа өзің таныстыра ғой, Үрпек. Алақай, менің әкем мен анам фермада жұмыс жасайды. Сол себепті де маған фермадағы өмір сондай көңілді. Ферма дейсің ба? Сендер фермаға барып көрдіңдер ме, достар? Бүгінгі кітапта ферма туралы болады ғой, иә, Үрпек? Әрине, дұрыс айтасың, досым. Ендеше кеттік, достар. Мен өзімнің сүйікті кітаптарымның бірімен өздеріңді таныстырайын. Бүгінгі кітапта көңілді ферма тұрғындарының бірі Кірпінің бастан кешкен қызықты оқиғалары баяндалады. Бұл фермада кімдер тұрмайды десеңші? Музыкаға жаны әуес Қорсылдақ Торай, ырымшыл сиыр Қызғалдақ, әнші Әкеш Дудар, шөп шаламғана жейтін Мырза есімді Мысық, ал Кірпінің есімі Генерал. Мәссаған, генерал дейсің ба? Ол сонда әскери қызмет атқара ма? Иә, Зерек, ол атты әскердің басшысы болған. Алайда бір себептерге байланысты есін жоғалтып алады. Тіпті өзінің есімін де ұмытып қалады. Сондықтан оны басқа достары генерал деп атап кеткен. Ой, қандай өкінішті. Бірақ соған қарамастан оның көп достары болады. Оның басынан неше түрлі қызықты оқиғалар өтеді. Қандай жақсы. Иә, Зерек, саған да бұл кітап ұнайды деген ойдамын. Әрине, достар. Сендерге де бұл кітапты оқуға кеңес беремін. Сондай-ақ, достарым, тағы қандай кітаптармен танысқыларың келеді? Бізге хат жолдауларыңа болады. Біздің электронды поштамыз төменде көрсетілген. Қымбатты менің кішкентай достарым, өздеріңмен танысқаныма өте қуаныштымын. Алдағы уақытта да жолығатын боламыз. Зерек, саған көп рахмет. Ол не дегенің, Үрпек? Сен де менің досымсың ғой. Келесі кездескенше, балалар. Сау болыңдар, достарым.